Жанибек екеуміздің күніміз қалай басталады? Бүгін біз дейтін, таңғы сағат 12-де тұрдық, одан кейін музыка тыңдадық, одан кейін кроваттың үстінде жата тұрдым. Жаңағыда 1,5 сағат жаттым, потому что видеоларға монтаж істеу керек еді, солардың бәрін істеп тастадым патырлатып. Ал мына жерде уже сіздердің жақсы көретін Жанибектеріңіз, біз таңертең осылай ойнаймыз, самолетик қылып ше. Бұның өзіне ұнайды, жатырқап, етпейді. Так, одан кейін мен дейтін тез душқа түсіп алдым, одан кейін бояндым, шашымды істедім. Боянып, душқа түсіп, өз-өзіме келем дегенше уже кеш батты, одан кейін кешке қарай, бір тәтті нәрсе жегім келді. Одан кейін осындай крамбл кукис заказ бердім. Қасында еще мотилары бар. Мына тұрған печенькалар мен жаңағы мотилардың бәрін бір өзім таусам, представляете? Вот сколько тут калорий, но ничего страшного, диета подождет, как говорится. Одан кейін Жанибектің, осындай доставкасы келді. Мен Жанибекке бір новый автокормушка алғам ғой. Еще мына жерде камерасы бар. Бұл камераға сөйлейсің, еще ана камерадан қарап отыруға болады. Типа мысық үйде бір өзі не істеп жатқанын, представляете? Осылай біздің бір күніміз аяқталды. Все, жандарым, всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.